Алматы қаласы, Наурызбай ауданы, нөмірі 174 мектеп гимназия. Математика пәні, нөмірі 112 сабақ. Тақырыбы: өзіңді тексер. Сабақтың мақсаты: қосудың ауыстырымдылық терімдік қасиеттерін, көбейтудің ауыстырымдық қасиетін тиімді есептеулер жүргізу үшін қолдануды. Екі және одан көп арифметикалық амалдардан тұратын жақшалы және жақшасыз берілген әріпті санды өрнектерді салыстыруды. Екі немесе үш арифметикалық амалдан тұратын жақшалы және жақшасыз өрнектердің мәнін табуды, амалдарды орындалу ретін анықтауды. Білемін. Түсіндірме жұмысы: қоршаған орта тарауы бойынша алған білім-білік дағдыларымызды жинақтайық. Бірінші тапсырма: білу. Көбейту мен бөлуге берілген өзара байланысты мысалдар төрттігін құрастыр. Төрттік дегеніміз не? Балалар, экранға қарайық. Көбейту көріп тұрмыз, я? 2 көбейту 3. Көбейтіндінің мәні 6-ға тең. Ал енді көбейтіндінің мәнін көбейткішке бөлеміз. 6 бөлінген 3. Бөліндінің мәні 2. Келесі көбейтіндіге қараймыз. 3 көбейтілген 2. Көбейтіндінің мәні 6-ға тең. Көбейтіндінің мәнін енді көбейткішке бөлеміз. 6 бөлінген 2. Бөліндінің мәні 3. Төрттік дегеніміз осы. Төрт пен 3-тің көбейтіндісінің мәнін табамыз. Және ары қарай 4-ті құрастырамыз. 5 пен 4-тің көбейтіндісінің мәнін табамыз. Ары қарай 4-ті құрастырамыз. Екінші тапсырма: түсіну. Есепте амалдардың орындалу ретін белгіле. Орындалу реті дегеніміз не? Мысал келтірейік. 2 мен 3-тің көбейтіндісіне 9-ды қосамыз. Және одан 5-ті азайтамыз. Жауабы 10 болады. Ал енді алдымен не істейміз? Бірінші көбейту амалы орындалады. 2 және 3-тің көбейтіндісі 6-ға тең. Көбейтіндінің мәнін енді 9-ға қосамыз. 6 қосылған 9. Қосындының мәні 15-ке тең. Ал енді осы көбейтіндінің мәнімен қосылғыштан 5-ті азайтамыз. 15 азайту 5. Айырманың мәні 10-ға тең. Осы мысалға қарап отырып, қалған есепті шығарамыз. Амалдар ретін анықтап, түсіндіре отырып есепті шығарамыз. Келесі тапсырма: қолдану. Есепті өрнек түрінде жазып, оны шығар. Бір орамда 16 метр сым темір бар. Ал екіншісінде одан 4 есе кем. Екі орамда барлығы неше метр сым темір бар? Балалар, бұл жерде есептің шартын құрмаймыз. Тек қана өрнек ретінде жазамыз және жауабын табамыз. Келесі тапсырма: талдау. Салыстыр. Мысалдарды салыстыр.
Үлгермеген жағдайда бейнебаянды үзіліске қойып қоямыз. Келесі тапсырма. Жинақтау. Есепті санды деректермен толықтырып, оны шығар. Берілгені. Бумада 5 көк шар бар, ал қызыл шар одан есе артық, яғни белгісіз. Бумада барлығы неше шар бар. Белгісіз жерге өзіміз бір санды қоямыз да, есептің шартын құрып, және оны шығарамыз. Бағалау. Қатесін түзет. Балалар, мына жерде бірнеше өрнектер берілген, бірақ олардың жауабы қате. Сол қате жауапты тауып, біз дұрыстығын шығарамыз. Бейнебаянды дайындаған бастауыш сынып мұғалімі Нұргүл Сенбек. Бейнебаянды дайындаған бастауыш сынып мұғалімі Нұргүл Сенбек. Сау болыңдар балалар. Келесі сабақта кездескенше.